Мұражай жәдігерлер мекені, тұнып тұрған тарих, ал тарих туған жерден басталады. Ауыл мектебінде 1992 жылы мектеп ұстаздары Масурова Бота, Шабденова Рая мұғалімдердің бастамасымен ашылған шағын мұражай бүгінгі мектеп әкімшілігі мен ауылымыздың жанашыр ақсақал ағаларымыздың арқасында құлашын кеңінен жайып, шежірелі өлкенің өткенінен сыр шертер орынға айналды. Енді соған саяхат жасайық. Өскен жерген ұям бәрінен биік бағасы, кәрі тау бөктері ағынды судың жағасы, көк шалғын белі бар орманның қалың ағашы. Ауылым кең дала, мен сол даланың баласы. Ауылыма жердегі жәннатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім. Еш қалаға мүлде тең келмейтін, бәріне де ашық есігін, құшағында мәпелейтін алтын бесігім. Сағындым ауылым, самал желескен далаңды, сен жайлы саламы көкейде жатқан бар әнді. Естейсің білемін ержетті өскен балаңды, шет кетсем өзіңнен көретін күнім қараңғы. Ауылым-ай жердегі жәннатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім. Еш қалаға мүлде тең келмейтін, бәріне де ашық есігін, құшағында мәпелейтін алтын бесігім. Жәннатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім. Еш қалаға мүлде тең келмейтін, бәріне де ашық есігін, құшағында мәпелейтін алтын бесігім. Құшағымда мәпелейтін алтын. Мұражайымыз кішігірім болса да, іші жылдар бойы тұнған тарихқа толы. Назарларыңызға рахмет.